Жаман істің ең жасырын куәгері ар ожданың. Істеріңді Алладан қорқатындармен кеңес. Жақсы адамды сәжделерінен емес, тура сөзінен және аманатқа қиянат етпеуінен танисың. Дүниеге берілудің маскүнемдігі ішімдіктің маскүнемдігінен де қатерлі. Өмірімде әркімді разы еттім, тек бір көре алмаушыны разы ете алмадым. Өйткені ол менде барға таласты. Бұл заманның емтиханы харамдардың тәтті күйге енуінде. Ешкім де жалғыз емес. Кімнің артында шайтаны бар болса, тағы біреудің қасында Алласы бар. Осы екі адамды еш ұмытпаңыз. Қажеттілік сәтінде қасыңда болғанды, қиыншылық кезінде тастап кете барғанды. Әдеп деген сөйлеген сәтте тілін, жалғыз қалғанда жүрегін, сырт жаққа шыққанда көзін қорғау. Алла дінін түзеткен кісінің дүниесін де түзейді. Аллаға қалпыңызбен емес, қалбыңызбен құлшылық етіңіз. Сен жоқ жерде сені қорғайтындар шынайы достарың. Алладан қорқу көңілге ұяламағандықтан сөздердің бәрі бос. Қайнатылған жұмыртқаның өзін суымастан арши алмаған адамның жаһаннам болса жаһаннам, жанамыз да шығармыз деуі неткен оғаш бір іс. Жақсы және жаман адамға дәл бірдей маңыз беру дұрыс емес. Осы тұрғыда алғашқысын жақсылықтан суытады, соңғысын жамандық жасауға ынталандырады. Өнер бұл сөйлеу емес, тыңдау. Тыңдамағандар үйренбейді, үйренбегендер білмейді, білмегендер бола алмайды. Қаншалықты көп болса да дертің, бар әрине білгені дертті бергеннің.